Сәлематсыздар ма? Тараз техника және бизнес колледжі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Бөлім қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік деп аталынады. Сабақтың тақырыбы Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүредік әңгімесі. Құрастырған оқытушы Нұрмаханова Мөлдір Қасенқызы. Енді сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, әдеби шығармамен таныстыру, әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселеге баға беру, мәтін құрауда грамматикалық омонимдерді ажырата білу, сөйлеуде және жазуда дұрыс қолдана білуге үйрету. Ал енді білімгерлер жаңа сабаққа өтпес бұрын сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге тоқталамыз. Дәптерлеріңізді ашып, мына жаңа сөздерді жазып алыңыздар. Мен оқып шығамын. Дәліз, прихожая, қабырға, стена, қожайын, хозяин, бұрыш, угол, пәтер жалдау, арендовать квартиру. Жазып үлгерді деген ойдамын. Ал енді тапсырмаға көңіл бөлеміз. Аудиоматериалды мұқият тыңдап, әңгіменің кімдер жайында екенін айтыңыз. Олардың не мақсатпен жүргенін анықтаңыздар. Білімгерлер, сіздерге мен осы әңгімеден үзінді оқимын. Соны тыңдап отырып, сол үзіндіде не туралы екеніне жауап бересіздер, сұраққа жауап бересіздер. Ал негізінде бұл әңгіменің толық нұсқасын кітап KZ-тен аудио жазбасын тыңдауға болады. Немесе интернет желісінен осы Ерболат Әбікенұлының әңгімесін тауып оқысаңыздар болады. Алматыны алтайын алып, жетім бұрышты жеті айналғанда өкшем ойылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүредік. Құмырсқаның елеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес, табылдау, әкесінің құнын сұрайды. Тіпті маклер саған қарайтын емес. Сөйлесу үшін де кезекке тұрады екенсің. Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек. Апай, пәтер керек еді. Екі қыз керек. Келіншегіміз екеуміз тұрсақ болады ма? Болмайды. Келіншегінің қасына бір қыз қос, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау керек. Біз жас отаумыз. Қуанып кеттім, даусым қатты шығып кетті. Онда естіп ал. 50 мың теңгеден 150 мың теңге 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырсақшы. Онда барыңдар ары. Сасқанымнан келіншегіме қарадым. Маған жаны ашыған болу керек. Естісе де естімеген болып тұр. Аппақ бетінің ұшына аздап қан шапшып қалыпты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыстыруға тырысып, тағы бір маклерге қарай жүгірдім. Шаңырақта бір үй бар, жас отбасын тұрғызады, деді семіз қара келіншек. Кеудемде өшіп бара жатқан үміті жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10 мың теңге, 3 бөлмелі, жаңа үй. Шаңырақ алыс па? Дедім келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой. Амал жоқ, шамамыз соған жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақысына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінеки 1000 теңгеңіз. Қолындағы бір елі тозығы жеткен, іші шимайға толы дәптеріне өңіле түсті. Мынау телефоны мен аты жөні. Сұлушаш тәте жіберді дейсіңдер. Қожайын мен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды, деді келіншегім, жол-жөнекей құлағыма сыбырлап, бұрынғы жәбір жапаны ұмытқан адамдай өте көңілді, жымың-жымың етеді. Еріксіз жымиып күлген болдым. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйіре түсіп, телефон құлағын бұрадым. Ар жағынан ер адамның барылдаған жуан даусы естілді. Алло, кім? Алло, ассалаумағалейкум. Сәкен ағам екен? Я, мен. Сұлушаш тәте жіберді. Пәтер іздеп жүредік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жіберген біз 3 күн бұрын. Сұлушаш тәте 10 мың теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген болатын. 10 мың теңгеге тауық кепеде жалдай алмайсың, бауырым, деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарлардай мелшиіп тұрдым да қалдым. Әкеңнің ай, маклер алдапты, дедім келіншегіме. Не деген опасыз адам еді, деді келіншегім, даусы дірілдеп. Білімгерлер, мұқият тыңдап отырсаңыздар, сіздер мынандай жауап берді деген үміттемін.
Бірінші әңгіме Алматыға келген жас отбасының пәтер іздеп жүргені жайлы айтылады. Екінші, жастардың жетім бұрышқа келген мақсаты арзан пәтер табу еді. Білімгерлер, мен сіздерге пәтер іздеп жүредік әңгімесінің композициясына тоқталайын, яғни шығарманың не туралы екенін қысқаша ғана айтып кетейін. Шығарманың басталуы пәтер іздеп жетім бұрышқа келген жас отбасы туралы. Оқиғаның дамуы маклермен болған әңгіме, оқиғаның шиеленісуі далада қалған жастар, оқиғаның шарықтау шегі тар қапастағы тағдыр, оқиғаның шешілуі қожайынның талабы, оқиғаның аяқталуы қожайынға берген жауап. Ал енді шығарманың кейіпкерлеріне тоқтала кетейік. Яғни бұл шығармада қандай кейіпкерлер болды, олар кімдер және олардың мінез-құлықтары қандай? Бірінші, ер адам, ол басты кейіпкер. Кім ол? Жаңадан үйленген жас жігіт. Мінезі ақ көңіл, адамға сенгіш. Екінші адам, келіншегі, яғни бағанағы жас жігіттің әйелі. Оның мінезі шыдамды, көнгіш, күйеуіне қарсы келмейді. Үшінші, сұлу шаш, маклер, яғни делдал. Оның мінезі өтірікші, опасыз, су жұқпас адам. Сәкен аға, үй иесі, ол телефонмен сөйлескен адам, қатыгез және мәдениетсіз. Көрші қария, мінезі ақ көңіл, мейірімді жан. Қайнағасы, яғни әйелінің ағасы, ұяты бар, жағдайды түсінетін адам. Досы, дос жігіті, дос баласы, ол шыдамды, ұяты бар жігіт. Телефонмен сөйлескен адам, үй иесі, талапшыл, міншіл. Мінеки білімгерлер, біздің әңгімемізде осындай кейіпкерлер кездеседі екен. Енді білімгерлер сіздерге тапсырма, мәтінді оқып, осының ішінен амоним болатын сөздерді дәптерлерімізге тізіп жазамыз. Бұл мәтін осы пәтер іздеп жүредік әңгімесінен үзінді. Оқып шығыңыздарда амоним сөздерді ғана жазып шығамыз. Бекіту, яғни жазылым тапсырмасы, мен сіздерге осы мәтіннен осы сөздерді амоним ретінде тапты деген сенімдемін. Мысалы, бойы, адамның бойы, өзеннің бойы, қара түс, маған қара деген мағынаны білдіреді. Жаз, жыл мезгілі, дәптерге жаз, қабырға, адамның дене мүшесі, үйдің қабырғасы, жақ, оң жақ, адамның жағы, яғни дене мүшесі, түс, сары түс, аттан түс, ұйықтағанда көретін түстер. Сіздерде де осы жауап бар екеніне сенімдімін. Ал енді бекіту, мәтінмен жұмыс. Сіздер мәтінді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Мәтінді оқыңыздар, автордың шығармасындағы көтерілген мәселенің бүгінгі күнмен байланысын анықтаңыздар. Шығарманың атауы қалай аталынады? Иә, дұрыс айтасыздар. Пәтер іздеп жүредік деген әңгіме. Шығарманың авторы кім? Шығарманың авторы Керболат Әбікенұлы. Автор көтерген мәселе ол баспана мәселесі, пәтер жалдау. Әңгіменің бүгінгі күнмен байланысы. Өкінішке орай, бұл осы күнде де өте өзекті мәселе. Үлкен қалаларда жастардың көбісі өстіп пәтер жалдап, қожайынмен тұруға, маклерге жүгінуге мәжбүр. Енді үй тапсырмасы. Білімгерлер, әңгімені оқу, мазмұндай білу, яғни әңгімені оқып, оның қысқаша мазмұнын айта білулеріңіз керексіздер. Екінші, әңгімедегі мәселені бүгінгі күнмен салыстырып, өз ойларыңызды білдіріп, эссе жазу. Яғни, пәтер жалдау дегеніміз осы күнде де өзекті мәселелердің бірі. Сіздер өз бастарыңыз олмен кездестіңіздер ма, жолықтыңыздар ма? Және де оған деген көзқарастарыңыз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Көріскенше қош сау болыңыздар.